Армысыздар, құрметті ұстаздар. Бүгін мен сіздермен қазына іздеу атты тамаша бір ойын түрімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін мен осындай суреттер дайындап алдым. Осы суреттерді тақтаға ілеміз. Бұл суреттерде қазынаға апарар жол картасы жасырылған. Ойынды бастау үшін мына бір өлең жолдарын оқиық. Нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар. Теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Оқушыларға сұрақ қойылады. Өлеңде не туралы айтылған? Сұраққа жауап берген оқушы тақтаға шығып ойынды бастайды. Сұрақтың жауабы, яғни нан болады. Нан суретінде тау деген сөз жазылып тұр. Осы сөзді оқушы оқып, тау суретіне барады. Тау суретінде анар деген сөз жасырылған. Келесі қазынаға апарар жол анар суретінде жасырылған. Анар суретінде бізде ала деген сөз жазылған. Оқушы оқып, ала затты табады. Яғни ол бізде күшік. Жарайсың, оқушы қазынаны тапты. Көріп отырғандарыңыздай, ойын оқушының оқуға деген қызығушылығын арттырады. Ойынды түрлендіріп күрделендіруге болады. Оны мен келесі видеоларымда бөлісемін. Ол үшін менің каналыма жазылыңыз.